Ау жемеше, шырқалған ән, күмбірлеген күй, той думаның бұл себебі не? О не дегенің келін-ау? Бүгін біздің әулетте қос қуаныш қатар келіп, ақ тенің емес, қос тенің қарны жарылып жатқан күн. Бүгін бізде қос бірдей бүлдіршініміздің бірі өмірге алғашқы қадамын басайын деп жатса, екінші бүлдіршініміз өмірге қарап, алғаш рет тіл қатып, ата-анасын қуантпақшы. Иә, бүгін біздің әулетте тіләшәр тойы мен тұсаукесер тойы қатар тойланып, тойшыл халықтың толқыған көңілін толқын-толқын қуанышқа бөлемек. Біздің қазақта нәрестесі туылғаннан тоймен қарсы алатын, асыл қазақтың шілдеханадан кейінгі нәрестесіне арналған тойы тіләшәр тойы болмақ. Бұл той сәбидің тілі егемге келе бастағанда жылдам тілі шықсын деген іріммен жасалатын той. Бұл тойдың негізінде қазақтың баласының өміріндегі әрбір қуанышқа деген жүрегі жатыр. Ай келін-ау, есіңде болсын. Тұсаукесер тойы қазақтың ең қасиетті тойларының бірі. Баланың тұсауын көбейіп көгерсін деп көк шөппен, дәулетті бай болсын деп малдың тоқ ішегімен, ешкімнің ала жібін аттамасын, адал болсын деген ниетпен ала жіппен кескен. Демек, келін-ау, бүгінгі кішкентай бүлдіршінімізді ортаға алып кіріп, бізге бұйрық алып екен. Олай болса, осы алтын жүрегін сыйлап, бір тойдағы қос қуанышымыз, қос бүлдіршінімізді қошеметпен ортаға шақырайық ағайын. Қошемет. Құрмет, қанатты ағайындар. Ақ отамыз ортаға. Қошеметтеріңіз соқпайыңыздар ардақтан ағайындар. Қайырлы кеш ағайын. Бүгін мінекей осындай зәулім сарайда осы әулеттің көзі, осы әулеттің нұры ханшайымның тұсаукесер тойына қош келдіңіздер.
Ендеше өзіміздің дәстүріміз бойынша осы бүлдіршініміздің өмір жолы әрдайым ақ болсын деген ниетпен арнайы жасалған ақ жолын төсеймін. Бәрекелді, құрметті ағайындарым, сол кездер рәсімін жасайтын ортамызға апалары Амангүл апа, Хабиз апа, Ләззат апа, қайдасыздар, келіңіздер ортаға. Ай, бәрекелді. Кінәлімді өзіңе қаратамын. Ортаға алып келейік, ағайын жаңағын айтып кеттік, ешкінің ала жібін аттамасын деген ниетпен ала жіппен кескендер. Мінеки апа ендеше өзіміздің жолымызды берсін деген ниетпен кішкентайымыздың тұсауын кесуін сұраймыз. Бәрекелді.